Сәлем, бүгінгі тақырыбымыз биорганикалық қосылыстардың негізгі кластары. Күрделі заттар, оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздар болып бөлінеді. Бірінші оксид. Оксид дегеніміз біреуі оттек болып келетін екі элементтен құралған қосылыстар. Жай затқа оттек қосқан кезде нәтижесінде оксид алынады. Жалпы жай заттарды оттекпен әрекеттестіру нәтижесінде біз оксид аламыз. Оксидтерді атаудың халықаралық жүйеде екі түрі бар. Біріншісі ол металдың аты жазылады. Одан кейін жақша ішіне оның валенттілігі, одан кейін оксид сөзі жазылады. Яғни мыстың 2 валентті оксиді, немесе күкірттің 6 валентті оксиді деген секілді. Ал екінші түрінде ол кезде металл атомы, металдың атауы, одан кейін оттектің саны, сосын оксид сөзі жазылады. Яғни мыс монооксиді, күкірт триоксиді деген секілді. Оксидтер негіздік, қышқылдық, екідайлы болып бөлінеді. Негіздік оксидтер дегеніміз сумен әрекеттесу нәтижесінде негіз түсетін оксидтер. Ал қышқылдық оксидтер дегеніміз сумен әрекеттесу нәтижесінде қышқыл түсетін оксидтер. Ал негіздікте, қышқылдықта қасиетті көрсететін оксидтерді біз екідайлы оксидтер деп айтамыз. Оксидтер тағы да екіге бөлінеді. Олар тұз түзетін және тұз түзбейтін. Тұз түзбейтін оксидтерге тоқталайық. Оларға азот оксиді және көміртек оксиді жатады, екі валентті оксидтері. Ал тұз түзетін оксидтерге олар негіздік, қышқылдық, екідайлы оксидтерді жатқызамыз. Оксидтердің алынуына келетін болсақ, біріншісінде ол жай заттарды оттекпен тікелей әрекеттестіру нәтижесінде оксид аламыз. Екінші түрі ол оксидтерді әрі қарай тотықтыру. Яғни бізде темірдің 2 валентті оксидін тағы да оттекпен тотықтыру нәтижесінде біз темірдің 3 валентті оксидін аламыз. Үшінші, суда ерімейтін негіздерді қыздыру нәтижесінде оксид және суға ыдырайды. Төртінші, тұздарды қыздырып айыру арқылы, яғни бізде карбонаттар, мысал ретінде карбонатты қыздырып нәтижесінде кальций оксиді мен көмірқышқыл газы алынған. Бесінші, күрделі заттарды жағу арқылы. Бұл жерде бізде мысал ретінде органикалық зат берілген. Органикалық затты оттекпен жағу нәтижесінде көмірқышқыл газы мен су алынған. Оксидтердің химиялық қасиеттеріне келейік. Ең бірінші біз негіздік оксидтердің химиялық қасиеттерін қарастырайық. Негіздік оксидтерді сумен әрекеттестіру нәтижесінде біз сілті аламыз. Негіздік оксидтерді қышқылдармен әрекеттестіру нәтижесінде тұз және су аламыз. Үшінші, негіздік және қышқылдық оксидтерді өзара әрекеттестіріп нәтижесінде біз тұз аламыз. Қышқылдық оксидтерде осы негіздерге тән 3 түрлі химиялық қасиетті көрсетеді. Ал екідайлы оксидтер суда ерімейтін болғандықтан, олар қатты күйде болатын болғандықтан, олар оксидтермен де негіздермен де реакцияға түсе береді. Екідайлы оксид, сызба нұсқада көрсетілгенде екідайлы оксид қышқылдармен де сілтілермен де реакцияға түсіп, нәтижесінде екеуінде де тұз және су түзіледі. Келесі бізде күрделі зат негіздер. Негіздердің құрамында бір немесе бірнеше гидроксотоп болады және сонымен қатар металл атомы болады. Негіздер суда ерігіштігіне қарай суда ерейтіндер және суда ерімейтіндер деп бөлінеді. Суда ерейтін негіздердің өзі өте жақсы ерейтін және нашар ерейтіндер деп үшке бөлінеді. Негіздердің алынуына келетін болсақ, бірінші ол белсенді металдарды тікелей сумен әрекеттестіру нәтижесінде біз негіз аламыз. Екінші, белсенді металдардың оксидін сумен әрекеттестіру нәтижесінде сілт аламыз. Үшінші,
ол өнеркәсіпте пайдаланатын әдіс ол күйдіргіш натрий мен калийдің тұздарын, яғни мына жерде мысал ретінде хлоридтері берілген, соларды электролиз деп аламыз. Яғни электролиздеу нәтижесінде металл алынады, натрий немесе калий, оған су қосып, нәтижесінде біз гидроксид аламыз. Төртінші әдіс бұл суда ерімейтін және екі дайлы гидроксидтер мен металдардың ерімтал тұздарына сілті қосу арқылы гидроксидтер алады екенбіз. Негіздердің химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, негіздер қышқылдармен әрекеттесіп, тұз бен су түзіледі. Негіздер қышқылдық оксидтермен де әрекеттесіп, тұз және су түзіледі нәтижесінде. Және де үшінші сілті мен тұз әрекеттесіп, нәтижесінде ерімейтін негіз бен тұз алынады. Жалпы негіздер мен қышқылдардың арасында жүретін және де реакция нәтижесінде тұз бен су алынатын реакцияны біз бейтараптану реакциясы деп атаймыз. Тағы да айта кететін жайт, жалпы сілтілер матаны, теріні, қағаздарды күйдіріп жібереді, яғни күйдіргіш қасиетке ие. Сондықтан да зертханада жұмыс істеген кезде, жалпы сілтілермен жұмыс жасаған кезде өте сақ болу керек, және де техника қауіпсіздік ережесін міндетті түрде қатаң сақтау керек. Келесі күрделі зат бізде қышқыл. Қышқылдардың құрамында металл атомдары мен орын алмастыруға бейім сутек атомы болады, және де қышқыл қалдығы болады. Қышқылдардың құрамында сутектің санына байланысты олар бір негізді, екі негізді және үш негізді деп бөлінеді. Және де оттектің болу-болмауына да байланысты оттекті, оттексіз деп бөлінеді. Қышқылдардың алынуына келетін болсақ, олар қышқылдық оксидтерді сумен әрекеттестіру нәтижесінде біз қышқыл аламыз. Ал оттексіз қышқылдарды алу бізде мысалда көрсетілген, яғни сутекке хлорды қосу нәтижесінде қышқыл алынған. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, қышқылдардың металдармен әрекеттестіріп, нәтижесінде тұз және сутек бөлінген. Сонымен қоса олар металл оксидтермен де әрекеттеседі, нәтижесінде тұз және су бөлінеді. Тағы да айта кететін жайт, қышқылдармен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау керек. Зертханада жұмыс жасау барысында қышқылдарды, белгісіз қышқылдарды иіскеуге, олардың дәмін татуға болмайды. Олар да қатты күйдіргіш болғандықтан тамақты күйдіріп жіберуі мүмкін. Келесі күрделі зат бізде тұздар. Тұздар дегеніміз молекуласы металл атомы және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Тұздардың үш түрге бөлеміз: орта тұздар, қышқыл тұздар, негіздік тұздар. Орта тұздар дегеніміз бұл қышқыл құрамындағы барлық сутектің орнын егерде металл атомы толығымен басатын болса, оны біз орта тұздар деп атаймыз. Ал қышқыл тұздар дегеніміз ол қышқылдың орнын металл атомы толығымен баспай, тұздың құрамында сутек атомы қалатын болса, ол кезде қышқыл тұздар болады. Ал негіздік тұздар дегеніміз гидроксид топтарының да болуы. Яғни бұл жерде гидроксидтің орнын қышқыл қалдығы толығымен баса алмайды да, сол себепті гидроксид тобы да, қышқыл қалдығы да, металл да үшеуі де кездеседі. Бұл негіздік тұздар деп аталады. Тағы да тұздар суда жақсы еритін тұздар, аз еритін тұздар және іс жүзінде ерімейтін тұздар деп бөлінеді. Тұздардың алынуына келетін болсақ, бірінші олар металл мен бейметалды әрекеттестіру нәтижесінде біз тұздарды аламыз.
екінші негіздік оксидтер мен қышқылдық оксидтерді әрекеттестіру арқылы да тұз аламыз. Үшінші негіздік оксид пен қышқылдардың әрекеттесу нәтижесінде аламыз. Негізі төртінші бесіншілердің барлығында біз жаңа қарастырып кеткен оксидтер, қышқылдар, негіздердің химиялық қасиеттерінде біз көрдік, тұздың қалай алынатынын. Бұл жерде де төменде барлығы солардың қарастырылып кеткен. Тұздардың химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, тұздар сілтімен де, металлмен де, қышқылмен де, тұзбен де әрекеттеседі. Нәтижесінде міндетті түрде біз жаңа тұздар аламыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.